Мысыр елінде Перғауын деген залым патша болыпты. Ол адамдарға өте қатыгез, дөрекі болатын. Адамдарға күн көрсетпей, құлша жұмысқа салып, сабайтын. Мысыр елінде туып өскендіктен елін қорғау үшін Мұса пайғамбар келеді. Ол залым Перғауынды, оның қатыгез әскерлерін Алланың дініне шақырады. Бірақ Перғауын оны мазақ қылып, маған ешкімнің күші жетпейді, мен әлемнің билеушісімін деп жар салады. Мысыр елінде сиқыршылар өте көп еді. Сиқыршылар адамдарды алдап, сулап, түрлі айлалар жасайтын. Ал Алла тағала Мұса пайғамбарға ең керемет мұғжиза береді. Ол аса таяғын жерге лақтырса, аса таяқ үлкен әб жыланға айналатын. Мұны көрген айлакер сиқыршылар ешбірі жасай алмай таң қалатын. Сөйтіп, Алла тағала өзіне сенбегені үшін, адамдарға өте қатыгез болғаны үшін бұл елге азап жібереді. Сулар тартылып, шөл басады. Кейін топан су басады. Кейін егістіктерді шегіртке басады. Бірақ залым Перғауын қасарысып, Аллаға сенбей қояды. Сөйтіп Алла тағала Мұса пайғамбарға иман келтірген, Аллаға сенген адамдарды алып, түнде қашуды бұйырады. Қашып шыққан адамдардың артынан залым Перғауын мен көп әскерлері қуады. Мұса пайғамбар мен оған ергендер қашып келіп теңізге тіреледі. Баратын жер жоқ. Ал Перғауын болса әскерлермен жақындап қалды. Сонда Мұса пайғамбар аса таяғын теңізге ұрады. Сонда үлкен теңіз қақ жарылып, жол ашылады. Адамдар арғы жағалауға аман есен өтеді. Ал қатыгез Перғауын мен оның әскерлері үлкен теңізге батып кетеді.